Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Түркістан облысы Созақ ауданы Таукент елді мекенінің Таукент гүлдері бөбекжай бақшасының дене тәрбиесі нұсқаушысы Кекилова Мадина Байхан қызымын. Педагог модератор санатына үміткермін. Еңбек өтілімім 10 жыл. Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол болған еңбек жолындағы педагогикалық ұстанымым үнемі жаңалыққа ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну және әр баланың бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу, биік мақсаттарға жетелеу. Мен өз жұмысыма жауапкершілікпен қарап, адал атқаруды көздеймін. Бұл жұмыс менің өмірімнің бір бөлігі. Балаларды жан-жақтылыққа тәрбиелеймін, ізденіп оқығанды жақсы көремін. Балалар біздің болашағымыз, ал дені сау бала қоғамның басты құндылығы, оның табысты дамуының кепілі. Әр бала талантты және қайталанбас тұлға. Тек оның ашылуына көмектесу керек. Көмектесу арқылы жоғары нәтижелерге қол жеткізуге болады. Ол үшін балаларды спортпен шұғылдануға шабыттандырып, өз денсаулығына деген дұрыс көзқараста тәрбиелеу қажет. Мен кез келген педагог сияқты балаларға ең жақсысын беруді, сұлулықты таңдауға үйретуге тырысамын. Балалар біздің болашағымыздың кірпіштері. Мен олардың дені сау, белсенді, табысты болып өскенін, қиындықтарды жеңе білгенін және кедергілерден бас тартпағанын, спортты жақсы көріп және салауатты өмір салтын ұстанғанын қалаймын. Күнделікті дене шынықтыру ұйымдастырылған іс-әрекетінде ойын арқылы балалардың денесін үйлесімді дамытуға, спорттық қимылдық ойындарға қызығушылықтарын арттырамыз. Сонымен қатар ұйымдастырылған іс-әрекет барысында қимыл қозғалыс ойындарында түрлі ертегілер, санамақтар, өлеңдер, тақпақтар, жұмбақтар қолданамыз. Сондай-ақ ата-аналарды мектепке дейінгі ұйымның тәрбиелеу білім беру процесіне тарта отырып, әртүрлі отбасылық спорттық шараларға қатысуға жағдай жасаймын. Ата-аналарға балаларды үй жағдайында физикалық дағдыларын дамытуға кеңестер беріп отырамын. Атадан балаға мирас болып келе жатқан ұлттық мұрамызбен, халқымыздың мәдениетімен, салт дәстүрімен таныстырып, ұлттық құндылықтарымызды жан-жақты дәріптеу мақсатында ұлттық ойындарымызды үнемі қолданып отырамын. Ұлтымыздың асыл қазынасы ұлттық ойындарымызды жоғалтып алмай, ұрпақтан ұрпаққа жетуін насихаттау баршамызға ортақ міндет деп білемін. Сондықтан біз дене шынықтыру мамандары стандартта көздеген дағдыларды дамытып қана қоймай, үлгілік бағдарлама мақсатына сәйкес ұлттық құндылықтар негізінде оларды толыққанды дамытуға пайдасы бар екен, тәрбиелік мәні зор екен естен шығармауға тырысамыз.